Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгін біз Ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында ұрпақ тәрбиесі туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз еңбек ардагері, Қазақстан Республикасы білім саласының үздігі Жұмабала Балақаранова. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Енді сіз ұзақ жылдар білім саласында қызмет жасадыңыз. Сол саланың үлкен мәртебесіне ие болдыңыз. Макаренко деген кеңес кезінде ұлы педагог болған, сөйтіп оқыдық қой, Макаренко деген. Сонда мынандай сөзі бар. Өз кезін мақтамаған педагог емес деген. Әркім өз кезін мақтайтын болса керек. Дегенмен салыстырмалы түрде айтыңызшы, бүгінгі жалпы білім беру саласында көңіліңіз тола ма? Толмай ма? Себебі әрбір министр келген сайын өзі тәуелсіздік алғаннан бері 14-15 министр ауысыпты. Әрбір министр келген сайын опай-топай реформа басталады. Ол реформаның түбіне жетпейміз, келесі реформа басталады. Сол жөнінде өзіңіздің кәнігі тәжірибелі педагог ретінде ойыңыз қандай? Енді жаңа дұрыс айтып отырсың, өткенін бағаламаған, өткенін мақтамаған педагог емес деп. Біздің тұсымызда өзіңіз де білесіз, осы салада қызмет атқардыңыз. Біз жан сала жұмыс істедік десек, қазіргілер ойлап қалуы мүмкін, осылардан басқа жұмыс істемейді, мақтанып отыр деп болды. Бірақ біз шындығында солай болдық. Біз жас кезімізден бастадық. Мен мысалы осы педагогикалық қызметке келгенде мен 18 жаста болатынмын. 1 жылдық курсты бітірдім дағы, келіп кірістім, сосын кейін барып оқуға түстім, ары қарай жалғастырып кеттім. Сонда бізге жалақы деген, ол қанша төлеп жатыр, қалай болып жатыр, қызық емес болатын. Біз жаңағы кірген өзіміздің есігімізге кірдік, жаңағы мынау сенің классың деді. Сол балалармен ертеден қара кешке шейін солармен бірге болуды көздедік, солармен бірге болдық. Ол кезде де реформа болды, бірақ біздің сол менің өзімнің 40 жыл істеген еңбегімде көп болса бір 4 реформа болды ғой деймін. Әр 10 жыл сайын дейміз. Әбден ойландым, сонда әрбір 10 жыл сайын. Сонда да бір жаңағы айтарлықтай бір алшақтап кеткен емес. Мысалы, сыныптарды өзгертті, бастауыш сыныптардың деңгейін 4 жылдық, 5 жылдық, орта толық емес орта білім берді. Одан кейін жаңа 11-ші сынып қосылды, одан кейін оны алып тастады деген сияқты. Дей тұрған менен негізгі оқу үрдісі, негізгі тізбек, негізгі желі сол қалпында сақталды. Ал енді қазіргі уақытты топырақ шашып қаралауға да менің құқым жоқ. Өйткені сол салада істеп жүрген талай адамдар еңбектеніп, осы реформаны енгізіп жатқан шығар. Бірақ дей тұрған менен жаңағы өзіңіз айтқандай, әр министр келген сайын реформа енгізіп, мен міне орындыққа отырдым, енді мен жаңалық ашуым керек деп, бірізділікті тоқтатып қойып, тізбектілікті тоқтатып қойып, өзінің білгенін істеп, кете бергенде дұрыс емес деп ойлаймын. Біздің мектептерде, қоғамда қазір сауатсыздық жайлап тұр. Тіпті әлеуметтік желілерге кірген уақытта елдердің жазған комментарийларын, публикацияларын оқысаң, қате деген, мен ылғи қате тексеріп үйреніп қалған, бір жерге барсам жазылып тұрған нәрсені ең бірінші қатені көре қоямын да, кейде сондай қарап отырып, жүйкем ауырып, қиналысқа түсем, мынаны неге солай жазды екен деп. Сондықтан қарап отырсам, шынында да мына жаңағы желіде менің достыққа келгендердің бір 3 мыңнан артығы бар. Солардың көбісі жаңағындай болғаннан кейін менде амалсыздан пікір пайда болады. Жалпы сізбен біздің кезімізде мектепте тәрбие процесі, оқу емес тәрбие процесі қатар жүрген өзіңіз білесіз. 9 түрлі тәрбие процесі бар деп оқығанбыз. Еңбек тәрбиесі, дене тәрбие, коммунистік тәрбие, атеистік тәрбие, кете беретін ары қарай жалғастырып. Енді бүгін күні, жаңа интернетте айтып қалдыңыз, бүгінгі күні балаларымыз тәрбие бар шығар мектепте, әңгіме жоқ, беріліп жатқан шығар. Дегенмен, бүгінгі ақпараттық озық заманда балаларды көбінесе интернет тәрбиелеп жатыр ма деген ой туады. Сіз осыған қалай қарайсыз осы мәселеге? Бұл желінің пайдалы жағы да бар. Оны мүлдем тыйым салып тоқтатып тастауға да болмайды, өйткені адамның көзқарасы, жаңағы пікірі,
қалыптасады ғой. Заманның ағымы, сұранысы солай. Ал енді жаңағы мектептегі тәрбиенің түрлерін алатын болсақ, сол үрдіс меніңше үзіліп қалған сияқты. Өйткені мен немерелерімменен, балаларымменен әңгімелесіп, мектепте болған жағдайлары туралы сөйлескен уақытта көп жағдайда бізде аптасына бір рет сынып сағат деген болушы еді ғой. Иә. Тәрбие сағат дейді. Тәрбие сағат дейміз. Сол тәрбие сағатында бізде кәдімгідей бір жылға арналған жоспар болатын. Ол жоспар мектептің жалпы жоспарынан алынатын. Сол жоспарға негізделген әр сыныпта жүргізілетін жоспар бойынша тәрбиенің түрлері бар болатын. Сол түрлерді біз әр сынып сағатында іске асыруға тырысатынбыз. Бұл үрдіс меніңше мектептерде үзіліп қалды деп ойлаймын. Естіп отырғандар болса мүмкін ренжір, мүмкін мен артығырақ кетіп отырған шығармын. Мысалы, балаға бастауыш сыныптан бастап әдептілік әліппесін айта берсек, ол қанша талапсыз бала болғанмен, қанша ұғымы жоқ бала болғанмен, бірдеңе қалады ғой, табиғат жаратқан уақытта ми берді ғой оған, ес берді, ақыл берді, оның көкейінде қалады. Сондықтан ойлаймын, мына мектептегі осы тәрбие үрдісін үзбеу керек. Жаңағы сынып жетекшілермен осы әлеуметтік желіде де осы мұғалімдердің статусы туралы, солардың қызметі туралы, жұмысы туралы жазған уақытта, жазып талқыға салған уақытта өзімнің пікірімді білдіргем. Меніңше сынып жетекшілік деген мына Назарбаев мектептерінде арнайы бір адам бөлінген. Тек қана сол тәрбиеменен шұғылданады, айналысады. Ол сол тәрбие жұмысын жүргізеді күндіз-түні. Тәрбиеші. Олар сабақ бермейді. Таңертең күтіп алады, кешке шығарып салады. Ал бізде 18 сағат пекен, 20 сағат пенен сағатын береді. Соның арасында сыналастырып жаңағы сынып жетекшілікті. Оның ақшасы да төмен. Оның ақшасы да төмен. Сондықтан мен өзім ойлаймын, өкімет жаңағы министрлігіміз біздің қыспай бір мұғалімді мысалы таза тәрбие процесіне арнап сол сыныппен шұғылданатындай етіп қойса, мүмкін кішкене болса да ықпалы болар ма? Сіз қалай ойлайсыз, осы көптеген кемшіліктердің бәрі осы кітап оқымаудан туындап жатқан жоқ па? Сіз білесіз ғой, енді ақ ұрпақтың механизатор болсын, шопан болсын, оның ішінде кітап жүреді. Не жұлдыз журнал жүреді, не жалын жүреді, не Қазақстан әйелдері мәдениетте тұрмыс жүреді. Кез келгеннің. Енді мұғалімге тіпті жоқ. Мұғалім деген кітапты арқалап былай. Кәдім қаппен арқалап жүретін ғой. Қазір енді кітап оқитын сирек болып кетті ғой. Балалар оқымайды кітап. Интернет болып жатыр. Сіз қалай дейсіз, осы ұлы тәрбиешіміз кітаптан айырылып қалған жоқпыз ба? Соны мен де ойлап қиналам. Балаларыма оқыту үшін өмір бойы кітап жинадым. Менің ауылдағы директорым күлетін, біздің мектептің кітапханасынан Жұмахан Балақараның кітапханасы әлде қайда көп деп. Кітапқа деген құмарлығымды менің бастауыш сыныптағы мұғалімім тудырып еді. Ең алғашқы оқыған кітабым Халықбек туралы ертегі болатын, әлі ұмытпаймын. Соны апайым, мен кішкене беймаза болдым, алғыр болдым, сабақта тез игеріп қоям да тыныш отыра алмаймын. Сол уақытта маған жаңағыны бере қоятын да, осыны маған ертең сөйтіп келесің, сөйтесің деп. Содан сөйтіп жүріп, мен кітап ауруымен ауырып кеттім. Кішкентай майшамды қойып тұрып, ол уақытта светте жоқ, сонымен оқыдық. Сол кітап арқылы дамыдық. Енді солай дамыс екен, менің де балаларым сөйтсе екен деп ойлаймын ғой. Енді өз балаларымды оқыттым. Енді мына немерелер кішкене қоғам бөлек пе, жоқ әлде бала бөлек пе? Бала бөлек пе, жоқ. Мектептегі кітапхана менен әдебиет пәнінің мұғалімдарының арасында байланыс жоқ па деп ойлаймын. Өйткені баланы қызығушылық тудыру үшін кітапқа деген кітапханашыларда жұмыс істеу керек. Ол кітапханашының міндеті кітапты тек қана қойып, шаңын сүртіп, бағып отыру емес. Олар сол конференциялар өткізіп, балаларды шақырып, жаңа түскен кітаптың ішіндегі мазмұнын таныстырып, мынаны оқысаңдар балалар солай болады, осының ішінде пәлен-пәлен деген ситуациялар бар, мынандай жағдайлар туып жатыр, мынандай кейіпкер бар. Оқыңдаршы деген сияқты, сондай мен өзімнің немерелерімнен бізде сондай бір конференция өтті. Біз сөйтіп талқыладық дегенде естімеймін ғой. Соны армандаумен жүрмін ғой дейсің. Соны естімеймін ғой. Егер солар солай істесе, сосын әдебиетшілер соған ықпалдасса, неге балалар қызықпайды? Қызығады. Мен мысалы өзім мына кітапты кезінде Бейсен Абаевичтің идеясыменен
осыны шығардық қой. Қане көрсетіңізші. Бұл 1000 данамен шыққан, бірақ сол уақыттағы келіп, осы кітапты алып келіп, осы жерде презентациясы болған уақытта сол кісілер айтып кеткен, 1000 дана деген не бүкіл Қазақстан, мынау әркімнің үйінде тұратын кітап, мынаның ішінде 260 ертегі бар. Мысалы 5-6 10 шақты ертегісі бар кітапты 3000-ға 2000-ға сатып алады, 10 ертегіден кейін таусылып қалады, ары қарай тағы да сатып алу керек. Мынаның ішінде 260 ертегі бар, мен осыны 3 ай отырып жаздым. Балаларыма, немерелеріме осыны түгел оқыттым. Ең құрғанда менен үй алып оқыңдаршы. Сөзіңізді арға жалғастырайық. Мына Эйнштейннен сұрапты атақты ғалымнан. Осы балаларға қалай тәрбие беруге болады деп. Балаларға ертегі оқыту керек депті. Иә. Сол айтпақшы, сізден де екінші атыңыз бар, ертегіш апай деген. Иә. Мына өзіңіз сөзіңізді бастап кеткенін айтып жатқаным ғой. Енді сіз біздің телеарнада 6-7 жыл жұмыс істедіңіз, жаңағы хабар жүргіздіңіз, балаларға ертегі үйреттіңіз. Мынау бүгін немере тәрбиелеп отыр екенсіз. Енді өзіңіз күнделікті өмірді көріп жүрсіз ғой. Шынын айтыңызшы, балалар ертегі оқи ма, жаңағы мультфильм көруге? Мультфильм көреді. Оны дейсін жасырам, мультфильм көреді. Мен мына шетелдік, мына біреу Никелодиум дей ма, сол арналардың мультфильмдеріне қаным қайнайды. Жыным келеді. Ең құрғанда персонаждары бір адам форумды болсақшы, өңшең бір қисық ауыз, қиялдан алынған бір қисық ауыз, бір қайдағы біреу, олар жаңағы адамға тән емес іс-әрекеттер, тән болғанда тән ғой, бірақ енді ұятты іс-әрекеттерді айта салады, жасай салады, дәретке деген сияқты. Соның барлығын... Ол ашық қоғам ғой. Иә, қалай болса солай. Біздің кейде бірінандай бізде, мысалы, телеарналарда қазір көп қой, көп телеарна, 100-ден аса телеарна көрсетеді, телевизорды қарап отырсаңыз. Бірақ соның көбі әр жердікі де біздің ұлттық менталитетіміз сәйкес келмейді. Мәселе сонда. Соны балалар, әлде сол балаларға бір ерекше көп көріне ме екен, соны көргенді жақсы көреді. Таңсық нәрсеге құмар емес пе? Мына кішкентайларға мен оны кодировать етіп тастағам. Көрмейді оны. Одан да әлгі балапан, сосын кейін карусель, орыстардың сондайларын көрсеткенді ұнатамын. Бірақ қарап отырсам, ертегіні оқуға қызықтыратын оның ата-анасы. Кішкентай баланың ата-анасы үйде сонымен өзі айналысып, сонымен шұғылданып, балаларым осы бірдеңені білсінші деп ұйықтар алдында ертегі айтып, соларды әлдилеп, аялап, ұйықтатып, сол ертегінің кім екендігін, қандай екенін білдіріп, кейін сабаққа баратын, хат танитын болған уақытта менің айтқан ертегілерімді ары қарай жалғастыршы, мынаны оқышы деп өздері жетектеу керек. Бұл енді жалпы ертегінің бәрі халықтық педагогиканың түрлері ғой. Жалпы қазақтың бұрынғы дәстүрлі отбасында әлемдегі ең үздік тәрбиелер болған екен. Мысалы, оған қазір Жапонияңызда, Америкаңыз болсын, бәрі соны айтып жатыр қазақтың тәрбиесін. Өйткені қазақтың тәрбиесінде отбасында бір классикалық көркем дүниелер болған. Мысалы, ол жерде атаның тәрбиесі бөлек, әженің тәрбиесі бөлек, әкенің тәрбиесі бөлек, ағаның тәрбиесі бөлек. Мысалы, сол отбасына ие болған, мысалы, әкесі кетсе, інісі ие болады, інісі кетсе, баласы ие болады. Сөйтіп, жаңағы отбасылық керемет үзілместей бір сабақтастық болған екен біздің. Жалпы қазақтың ұлттық тәрбиесінде. Сіз қалай ойлайсыз енді? Қазір осы жауапкершілікті тәрбиелеп айтайықшы. Сол жауапкершілік тәрбие процесі бұзылып кеткен жоқ па? Өйткені қараңыз, ажырасулар көп. Әйелдер балаларды өздері тәрбиелеп жатыр. Мектептегі мұғалімдердің 95% әйел қауымы, ер азамат. Сіз білесіз, сіз екеуміз жұмыс істеп жүргенде 50% ер азаматтар істейтін. Мектеп директорлері ер азаматтарды басымдық беретін. Жұмыс қалғанда басымдық беретін, бірінші соны алатын. Оған сағат көп беретін, өзіңіз білесіз. Қалай ойлайсыз, осы процесс бұзылып бара жатқан жоқ па? Бұл процесс бұзылып бара жатыр. Өйткені мен айтар едім, ер азамат мектепке келу үшін ол бір үйдің асыраушысы. Оған жақсы жалақы керек. Бала шағасын асырау керек. Ал мұғалімдердің жалақысы осы уақытқа шейін ауыз толтырып айтатындай болған жоқ. Енді көтереміз статустың, сөйтеміз, бүйтеміз деген заң қабылданып жатыр ғой. Енді талқылауында жүріп жатыр, әлі қабылдайды оны. Әлі біледі, алла біледі оны алдағысты. Сосын кейін жаңағы отбасындағы үрдіс, атаның рөлі, әкенің рөлі, бауырдың рөлі, ағаның рөлі деген рөлдің өзі қазір осалданып бара жатыр. Көмескі. Өйткені біздің азаматтарымыз реніш тудырар, мына апайын айтып отыр деп, көпшілік азамат деп бәрін айта алмаймын. Кереметтей сайдың тасындай азаматтар бар, арқа сүйер. Ал енді
осал азаматтар да толып жатыр ғой. Өз отбасына ие бола алмай ажырасу неден шығады? Жақсы азаматтан әйел кетпейді. Жаман әйел болса да, азаматтың өресі кең болса, соны ақырындап жүріп, басынан сипап жүріп, сол әйелді өзінің дегеніне көндіріп, айтқанына жүргізе алады. Кез келген адамға біз керемет, идеальный, барлығы бойынан табылатын адамды қайдан табамыз? Адамның жаманы жоқ. Адамның жаманы жоқ, адамның бәрі бірдей. Соны ұстау, оны өзімен қалыптастыру, бір ұяға бағындыру еркектің де, әйелдің де әдіс тәсіліне байланысты. Сондай өзінің отбасын ұстай алмай отырған азаматты отбасында кім тыңдайды? Бала тыңдай ма? Аузына келді. Мысалы, мен кейде есіктің алдына шығып, кейде бір отырсаң, кішкентай ғана балалар, әлі балабақшаға бармаған балалар, жаман сөзбен бірін-бірі боқтайды. Қайдан естіді оны? Қайдан естіді? Үйдегі әкеден естіді ол. Шеше көбін айта бермейді ондайды. Шешеде бола бермейді. Әкеден естіді. Сосын кейін жаңағындай өнеге әке арқылы тарайды. Кей жағдайда қазіргі уақытта азаматтардың көпшілігі табыс табумен айналысып кетеді. Ол енді анау алғашқы қауымдық құрылыстан бері қарай қалыптасқан міндет жүктелген ғой. Еркектер табыс табады, отбасын асырайды, әйелдер соны ұқсатады. Әйелдер үйде көбіне бала тәрбиесімен де шұғылданып жататын әйелдер. Отбасыларында ер азаматтар жаңағындай кетіп қалған уақытта әйелдер. Ал енді жаңағы бұл жерде егер ер азамат әйелін дұрыс сыйлап, соның айтқанын балаларына заң еткізіп көрсете алатын болса, ол бала да анасын тыңдайды. Ал отбасындағы еркек анасын күнде миынан шұқып, сен пәленсің, сен сондайсың, сен мұндайсың деп боқтықпенен жауып отыратын болса, ана бала ойлайды ғой, менің анам шында сондай екен, бұны тыңдауға тұра ма, тұрмай ма деп. Білдіңіз ба? Бұл жерде осындайда жағдай, осындай факторларда роль ойнауы мүмкін, байқалып қалуы мүмкін. Жалпы тәрбие процесі енді өзіңіз білесіз өте қиын ғой. Оған дәл мынандай таразыға сап, бәлемпей килограмм, мынау бұнша килограмм кесіп пішіп мынандай деп айту қиын. Өте қиын. Әр отбасының өзінің ерекшелігі бар. Әр адамның ерекшелігі бар. Қабылдау қасиеті бар, қабілеті бар. Соған байланысты меніңше ойлаймын енді мектептегі мұғалімдардың осының барлығын ескеріп, соның барлығын бір арнаға салып отыратын сондай бір ата-аналар комитеті мекен, жаңағы ішінде мұғалімдары да бар. Меніңше мына ата-аналардың өзін тәрбиелеу керек. Жоқ, оны өз сөзіңізден, сөзіңізден шығып отыр ғой. Жаңағы өзіңіз айтып қалдыңыз, мына мұғалімдер туралы заң қабылданады. Оны ресми мәртебе беріледі. Жалпы Мағжан айтқан, 6 алаш жиналса 4 мұғалімдікі деп. Өйткені мынау Жапонияда, Корея елдері қарап болсаң, фильмдерін қарасаң, Корея елінің тәрбиеге керемет мән береді. Үлкендердің тәрбиесі. Біз мысалы Кореяның фильмін қарасаң, ешқандай жалаңаш таппайсыз, эротика таппайсыз, ештеңе таппайсыз. Жапондықтар да солай. Солай ғой. Сондықтан егер сізге қолқа салып министрдің өзі, Жұмабал апай, сіз мынау заң қабылданбай жатыр, қандай ұсыныс енгізесіз десе, бірінші, екінші, үшінші деп санап айырыңызшы, қандай ұсыныс енгізер едіңіз? Мен айтар едім, бірінші мұғалімдердің мәртебесін көтеру керек деп айтар едім. Ол мәртебесін көтергенде... Көтеру үшін не істеу керек? Көтеру үшін, соны айтайын деп отырмын. Көтеру үшін заң ғана қабылдап, мынау статусы осындай, мұғалімдерді сөйтуіміз керек, бүйтуіміз керек деп айтпау керек. Оны біздің ата-аналар оқымайды, ол заңды. Бізді оқыса, мұғалімдер ғана оған қызығушылық танытып, солар ғана оқиды, солардың жадысында жүреді. Мына әр жердегі басшылық, қоғамның басында отырған ақ жағалыларымыз мұғалімға деген ерекше көзқараспен қарау керек. Ерекше оларға деген сый құрмет көрсету керек. Оларға ізеттілік, ілтипаттылықты өздері... Осы заңда жазылмаса ол көрсетпейді ғой. Заңда жазылу керек. Заңда жазылғанменен де соны көрсетпей қояды ғой. Мысалы, біздің заңда уставты білесің бе, мектептің уставы біздің тұсымызда мұғалімдарға мына мемлекеттік қызметкерлер сияқты не дейді ғой, премиальный дейді ма? Сыйақы төленсін деген. Жеңілдіктері бар. 40 жылдың ішінде бір сыйақы алмай өттік қой. Ол местный жергілікті бюджетке беріп қойған, ол жердегі әкімдер өздері қарайды, ақша жоқ сонымен. Сондықтан ол жазылған бөлек, әркім өзінің пиғылын, ойын тазартып,
мұғалімға деген ерекше көзқараспен анау облыста отырған әкімдерімізден бастап, біз енді облыс көлемінде қарастырайық. Солардан бастап кез келген жаңағы қызметкер, мемлекеттік қызметкер мұғалімға дегенде ерекше мұғалімді ерекше қабылдап тұру керек. Бір интернеттен оқыдым мен. Жапонияға барған біреу автобуста кетіп бара жатқан екен, мұғалім кіріпті. Сөйтсе ұшып тұрып жаңағылар орын беріп жаңағыны отырғызып жатыр екен. Сөйтсе жаңағы мұғалімнің мына жерінде төс белгі бар екен. Мұғалім деген. Содан әңгімелескен уақытта жаңағы мына мұғалімге сөйтіп жатырсыздар, бізде мұғалімдер күні деген болады, сіздерде сондай бар ма деп сөйтсе, бізде әр күніміз мұғалімдер күні. Күнде мұғалімдер күні. Біз мұғалімдер күні жоқ бізде. Біз мұғалімді күнде құрметтейміз. Сыйлаймыз, құрметтейміз. Күнде құрметтеп, күнде сыйлаймыз деп айтады. Мен жаңа сізге ұсыныс беріңіз деп жатқанымыз жақсы бір ұсыныстар айтылып жатыр қазір. Егер мұғалім 30 жыл мектепте жұмыс істесе, әкімшілік жұмыстан тыс, жай ғана мұғалім болса, зейнет қай жасқа қарамастан, мысалы 20 жасында бастаса, 50 жасында зейнеткерлікке шықсын деген әңгіме айтып жатыр. Екінші, тағы да ұсыныстар. Бала 5 жылға шейін басқа тілді араластырмай, тек ұлттық тілде оқысын деген пікір айтып жатыр. Енді осындай пікірлерді сіздің өз жаныңыздан не қосар едіңіз деген сияқты. Енді мен оны бұл үрдісті тікелей шұғылданып бақылауда ұстап келе жатқан адам емеспін дей тұрған менен жаңағы зейнетке шығу дегенді 63 деп әйелдерге шығарды ғой. 63-ке шейін мұғалім 18 сағатты немесе 20 сағатты алып жүріп, оны балаларға өз дәрежесінде жеткізу деген ол мүмкін емес нәрсе ғой, ол мүмкін емес нәрсе. Ол үшін жаңағыны қабылдаған адам өзі мұғалім болып келіп көрсін. Өткенде бір осындай хабарда айтып жатыр, біз мұғалімдердің жалақысы аз дейсіздер, біз мына басшылық мекемесінде мұғалімнің отырғандарымыз, бізде мүлде жалақыны аз аламыз, 70 мың аламыз, 60 мың аламыз. Мектепке барып сабақ беріңдер, көріңдер, соқсан кейін қалай болады екен деп жатырмын. Соғысап, шынында да зейнеткерлікті мұғалімдарға қарастырған дұрыс. Сосын кейін кереметтей аз мұғалімдер болатын болса, қимайтын, директорлердің қимайтын мұғалім болса, азғантай сағатпенен ұстасын. Ол азғантай сағатты жүргізу оңай ғой, 18 сағат, 25 сағатты өткізгеннен гөрі. Енді сөзіміздің қорытындылайық. Бүгінгі сұхбатымызды жақсы әңгіме өрістетіп жатсыз. Біздің бағдарламамыз тікелей елбасының рухани жаңғыру бағдарламасынан туындап отырған бағдарлама ғой. Беріп жатқан телебағдарламамыз. Сондықтан ең соңғы сұрағым, балаларымыз рухты, мықты болу үшін не істеуіміз керек? Қандай шара қолдануымыз керек? Біздің дана Абай атамыз айтқан екен. Жүректе мол қазына бар, бәрі жақсы. Теңіздің түбінде байқап бақшы. Сол жүректен мейірім, достық пенен бұлақтайын ағып ғаламға тарамақшы дейді екен. Сондықтан бұл жердегі жаңағы ұлттық рух, ұлттық сана сезім дегеннің өзі әркімнің жүрегіндегі нәрсе. Тұру керек дейсіз. Жүрегінде тұру керек. Жүрек тазарып, жүрек жаңағының барлығын мейірімділікті қабылдап, ұлттың ұлт екенін біліп, бір-бірімізге деген ізет-ілтипатымызды сақтасақ, бізде рухы мықты болашақ болады. Мысалы, Жапонияда бір адамды бір адам ренжітпейді екен. Олардың аурулары да сирек екен, сирек аурумен ауырады. Сондықтан өздері кішкентай мемлекет болса да, 50 мың адам 100-ден артық өмір сүреді екен. Соның барлығы жүйке жүйесінің дұрыстығында. Сондықтан сіздің сөзіңізбен бүгін хабарымызды алттық. Жүрек сөзіменен бірімізге біріміз жүрек жылуымызды аямайық. Жүрегіміз ауырмасын қашанда. Жылы жүрекпен, ыстық, нұрлы ақылмен, мейіріммен өмір сүре берейік. Сізге бүгін келіп ұрпақ тәрбиесі туралы дәмді ой бөлісіп жақсы әңгіме айтқаныңызға рахмет. Ертегі шапай, ертеңіңізді немерелеріңізді оқи беріңіз, жасыңыз ұзақ болсын, отбасыңыз аман болсын. Әрқашан осындай әңгімелі жақсы сұхбатта кездесе берейік. Рахмет, рахмет. Құрметті көрермен, бізбен бірге болған бүгін Қазақстан Республикасы білім саласының үздігі, еңбек ардагері Жұмабала Балақаранова. Әрбір сәрсенбінің сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.